Сарытау серісі. Теңбіл ілбіс. Авторы Асқар Алтай. Тау іші. Қыс қатты. Қар жұқа, сары аяз бет қаратпайды. Бұл оқушыларға жақсы болды. Сабақ тоқтатылған, мектепке бармайды. Балаларға рахат. Әсіресе ұлдардың ойыны бір қанатын болды. Олар бет шымшып, танау қызартқан аязды елемейтін. Күршім өзені үстінде терлеп тепшіп хоккей ойнайды. Аязды ауаны балықша қауып шаңғымен сырғанайды. Төбеден шана тебеді. Әйтеуір ала таңнан ойынға тоймайтын. Сондай күндердің бірінде Архат, ертең Құзғынды жаққа барамыз. Құла-құнан үйірден бөлініп кетіпті, деді әкем. Таң бозынан атқа қондық. Менің астымда торы тай, өзі жуас, шабан. Түгі ылғалды аяздан күйдіре көтеріліп, боз қырау жапқан. Жұмыртқадай Сарытау төсінен құлай аққан Күршім өзенін өрлеп келеміз. Ала жаздай арсы-күрсі алқына ағатын тау өзені мұз жамылып тұншығып жатыр. Құзғынды шыңына қарай беттей бердік. Шыңның қар мұзы қысы-жазы ерімейтін. Өзі сынадай сүйір. Ұшар басы көкпен таласқан. Алып, асқақ. Шың етегіндегі қалың қарағайлы орманға келдік. Қар жамылған қысқы орман мүлгіп тұр. Түске дейін көп жер шарладық. Құла-құнан көзге түспейді. Ізі кездеспеді. Аң-құстың ғана ізі дәптердің ақ бетіне түскен жазудай сайрап жатыр. Кенет бұғының шақырған дауысы шықты. Іле тасыр-тұсыр дыбыс естілді. Сөйткенше алдымызды бір кербұғы кесе берді. Әлденеден шошына шауып барады. Арбиған ай мүйізін арқасына тастапты. Басы қайқайып кеткен. Әлденеден шошынса керек, бізді байқамай да қалды. Әкем қап деп атын қамшылай тебінді. Бұғы үркіп шыққан шыршалы жынысқа кірдік. Етегін ала көк арша қоралай өскен қия жартасқа тірелдік. Аттарымыз осқырына шошынды. Міне барысты сол кезде көрдім. Ол қашқан бұғының маралын жығыпты. Жатаған көк аршаның үстінде жайрап жатыр. Алпамсадай ақ шұбар ақ маралды желкесінен қауып, екі аяғымен қапсыра құшақтап алыпты. Хайт, хайт, босат сері, босат, хайт деген дауыс жартасқа жаңғырықты. Әкем ат үстінен қамшысын білеудей ақыра ұмтылды. Сонда ғана бұла барыс тыпырлаған маралды босатты. Тісін ақсита ырылдап төрт тағандап кейін шегінді. Ат үстіндегі бізге аппақ азуларын ақситып айбат шегіп қояды. Қорқатын түрі жоқ. Ал сұлу марал атып тұрды. Жүрегі ұшып дір-дір етеді. Жанары жәудіреп жасқа толып кетіпті. Есін жиған жануар кенет жалт берді. Барыс та бұрыла жөнелді. Құйрығы жыландай шұбалып қар сызып барады. Өзі әдемі-ақ. Терісінің түгі жылт-жылт етеді. Жүні де ақ ұлпа. Тек теңгедей қоңыр дақтары қыз бетіндегі меңдей болып көзге шалынады. Ақ шұбар келген алып мысық екен. Аузы маңқиып, аң-таң күйде қызыға қарап қалыппын. Шұбартқан азулы аң ақ қармен астасып демде көзден ғайып болды. Сонда ғана әттең мылтықты ала шықпағаным-ай, пәтшағар деген әке даусынан селт еттім. Әкем де түз аңына таңдасып жасыра алмады. Азық іздеп етекке түсіпті. Пах, жүрісін-ай, жымын білдірмейді ғой шіркін. Ақ сүйек аң, нағыз бек қой. Барыс. Сарытау серісі. Сесті пәтшағар. Паң аң ғой, паң. Пах-пах, ақ қармен ақ алмастай қылшылдап алыпты сері сүлей. Өз басым аққұба маралдың аман қалғанына қуандым. Теңбіл шұбардың ептілігіне, жүректілігіне қайран қалдым. Әп сәтте сағымдай сусып кеткеніне таңдандым. Ал ішімнен әкемді ұнатпай тұрдым. Ұлым, деді әкем бұрылып. Ақжолтай екенсің. Сарытау барысы мыңда бір адамға жолығады. Өмірде де барыстай биікте жүр. Мен әкемнің ақ тілеуіне мән беріп үлгермедім. Мылтықты алып шықпағаным-ай деген өкінішінен арыла алмай тұрдым. Жұдырықтай жүрегім дүрс-дүрс соғады. Қуанғаным ба, қорыққаным ба білмеймін. Алтай барысын құмалақтай қорғасын оққа байлауға қимадым. Әңгіменің соңы. Құрметті достар, әңгіме ұнаса лайк басып каналға тіркеліп және достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.